Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге өте дәмді, жұмсақ, песочный, мақ қосылған печеньенің рецептімен бөліскім келіп отыр. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Үй температурасындағы сармаймызды алып ыдысымызға салып осылай езіп аламыз. Керек мөлшерде қантымызды салып жақсылап араластырамыз. Біркелкі етіп қанты ерігенше осылай жақсылап араластырып аламыз. Мұнан кейін бізге керегі бір жұмыртқамызды салып, тағы да араластырамыз. Енді бізге қажеті мак. Бізге 2 қасық, үлкен қасықпен мак саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Онан кейін керек мөлшерде ұнымызды өлшеп, електен өткізіп, ұнымызды саламыз. Әр ұнның құрамы әртүрлі, сол себепті аздан салып, осылай вилканың көмегімен жақсылап араластырып, онан кейін қолымызбенен қамырымызды илейміз, басын біріктіріп, жақсылап илеп аламыз. Арасындағы майға араласып, осылай қамыр жұмсақ, қолға жабыспайтындай болып шығу қажет. Осы видеодағыдай жұмсақ болу қажет. Енді бұл қамырымызды алып, холодильникке 10-15 минутқа қойып қоямыз. Дайын қамырымызды алып, енді керек бөлшектерге бөлеміз. Осындай ұзынша етіп кесіп аламыз видеодағыдай. Енді спираль тәрізді печеньеміздің формасын шығарамыз. Көрсетейін, видеодағыдай жасасаңыздар, өте оңай жасалуы, әрі тез және дәмді. Міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Қолжетімді ингредиенттерден жасалады. Міне осылай. Тағы біреуін көрсетейін. Енді дайын болған печеньеміздің формасының бетіне жұмыртқа мен сүт араластырып, осылай бетіне жағып шығамыз. Енді қызып тұрған пеште 180 градусқа 20-25 минутта пісіріп аламыз. Мінекей дайын болды. Қараңыздар, қандай әдемі. Описанияға барлық ингредиенттерді жазып қоямын. Міндетті түрде дайындап көрсеңіздер болады. Егер ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанар, барлықтарыңызға ас болсын.